Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 28 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін өзіңіздің фобияңызды жеңіп, бұрын-соңды болмаған батылдықтан таласыз. Кез келген кеңесті тыңдамаңыз, олар шын жүректен болмауы мүмкін. Бүгін сіз кез келген жаман ниетпен күресе аласыз. Өздеріңізді мүмкіндігінше тез тәртіпке келтіріңіздер. Бүгін түстен кейін егіздерге екінші жел соғып, олар бәріне мүмкін емес нәрсе мүмкін екенін дәлелдейді. Сіз өзіңіздің әріптестеріңізден артықшылығыңызды көрсетпеуіңіз керек, өйткені жер дөңгелек. Сіздің арманыңыз көп ұзамай орындалады. Спорттық жаттығуларда абай болуыңыз керек. Жарақат алуыңыз мүмкін. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген ескі мақал-мәтел туралы ұмытпауыңыз керек. Әйтпесе бір нәрсені білдіруіңіз мүмкін. Бүгін арыстандар өздеріне мен жасай аламын деп айтуы керек, өйткені олар шынымен де бәрін жасай алады. Бикештер үшін жақсы күн, бәрі сағат тілімен жүреді. Ешкімді алдауға тырыспаңыз, әйтпесе өзіңіз соңында ақымақ болып қаласыз. Сіз бәрінің есінде ұзақ уақыт болатын шараны ұйымдастырасыз. Таразыларда көптен күткен жаңалықтар болуы мүмкін. Тағдырдың белгілеріне назар аударыңыз. Егер жеке жасушыларын құтқарғыңыз келсе, мүмкіндік болса үйде отырыңыз. Өзіңізге жағымды ұсақ нәрсені жоққа шығармаңыз. Егер бүгін мергендер өздерінің жалқаулықтарының ықпалына түссе, кейінірек олар жоғалған уақыттың орнын көп ұзамай толтыра алмайды. Ескі досыңызбен кездесу болуы мүмкін. Оны көруге өте қуанышты боласыз. Егер ол сізді бір жерге шақырса, бас тартпаңыз. Бүгін сиқырлы сөздер үшін жақсы күн. Кешіріңіз және рахмет деген. Бүгінгі күні соқиғыштың сүйіктілеріне деген ыстық сезімдерін көрсетіп, махаббат тек сөз емес, одан да көп әрекет екенін ұмытпағаны жөн. Жаңа шеберлікті игеруге тырысыңыз, ол сізге оңай беріледі. Балықтар, сіз кінәлілерді олар жоқ жерден іздемеуіңіз керек. Өз әрекеттеріңізге жауапкершілікпен қарауды үйреніңіз. 28 наурызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».